Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 22-ші сабағымыз көбейту мен бөлудің белгісіз компоненттерін табуға берілген есептер. Байқап тұрсаңдар балалар, көбейту мен бөлу біздің ізімізден қалмайды. Сол үшін балалар мұқият жаттап алыңдар. Көбейту кестесінде кестелік бөлуді де барлығын тақылдап сайрап тұрыңдар. Өйткені бізге ол кез келген амалдарды орындау болсын, теңдеу болсын, мәтін есептер болсын, бізге ол өте көп кездеседі, өте қажет болады. Жақсы ма? Енді әжем немерелеріне арнап көрпешелер тікті. Ол күніне 4 көрпешеден тігіп, 6 күнде бітірді. Әжем неше көрпеше тікті. Қарап тұрсақ, міне әжесі мен немересі де суретте тұр. Енді мына жерде төменде сызба бар. Арнайы осы сызба бар тапсырманы мысалға алдым балалар. Өйткені сызбамен де жұмыс жасап үйренуіміз керек. Және сызбада бізге бүтін бөлік деген таныс, бізге негізі таныс, бірақ көзбен көргенде бізге ол оңайырақ болады. Енді қараңдар, күніне 4 көрпешеден тігіп деп тұр, мына бір күнді, бір бөлікті бір күнде алып отыр. Яғни бір күнді бір бөлік десек, 6 күнде бітірсе, демек 6 бөлікке бөлген. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бөлігіміз 6 күн. Енді бізге айтады, күніне 4 көрпешеден тіксе дейді. Демек, мына әр бөлік күн болса, әр күнде 4 көрпеше. Әр күнде 4 көрпеше. Біз 4-ті 6 рет қосып жүрмейміз ғой, балалар. Біз не істейтін едік? Бірдей сандардың қосындысын не істейтін едік? Есімізге түсіріп, бірдей сандардың қосындысын көбейтумен алмастырамыз. Әрине, 4-ті 6 рет қосып жүрмейміз, біз жай ғана 6-ға көбейтеміз. Жарай ма? Демек, бізге мына барлығы ол бүтін. 24 ол бүтін. Біз таптық, бүтінді таптық. Яғни 4 көрпешеден тіксе, 6 күнде ол жалпы қанша көрпе тіккен. Сол ол бүтіні деп есептелінеді балалар. Және біз бүтінді табу үшін, яғни көбейтеміз. Көрпеше менен күннің санын көбейтеміз бір-біріне. Жарай ма? Енді мұқият сақтап аламыз. Бұл жерде бүтін белгісіз болды. Ал енді келесіде. Әжем күніне 4 көрпешеден тігіп, бірнеше күнде 24 көрпеше дайындады. Әжем осы көрпешелерді неше күнде тігіп бітірді дейді. Енді қарап тұрсақ, күніне 4 көрпешеден тікті дейді. Бір күнде 4 көрпеше. Демек, мына жерде бір күн, яғни 4 көрпеше. 4 көрпешеміз бір бөлік боптыр. Бірнеше күнде дейді мына жерде. Қара, мына жерде қанша күн болады жалпы? Ол белгісіз. 24 көрпеше дайындады. Әжем осы көрпешелерді неше күнде тігіп бітірді дейді. Егерде 24 көрпешені бір күнде 4 көрпешеден бітірсе, демек ол неше күнде тігіп бітіреді? 6 күнде. Тамаша, өйткені бір күнде 4-те болатын болса, көрпешені біз күннің санына бөлеміз, сонда 6 күнде тігіп бітіретінін анықтайды екенбіз. Жаңағыда бізде не белгісіз болды? Жаңағыда бізде мына жерде барлық көрпешенің саны белгісіз болған. Ал енді бұл жерде неше күн деді? Көрпешенің саны белгілі, күндердің саны белгісіз. Ал енді келесіде. Әжем 24 көрпешені күніне бірнешеуден тігіп, 6 күнде бітірді дейді. Әжем күніне неше көрпеше тікті дейді. Енді қараймыз. Бірнешеуден тігіп дейді. 6 күнде бітірді дейді. 24 көрпеше болса барлығы, ол 24-ті біз бүтін деп аламыз. Яғни 24-ті бүтін, ол барлық көрпешенің саны бір бүтін деп аламыз. Жарай ма балалар? Енді бірнешеуден тігіп 6 күнде бітірді. Демек, біз осы бір бүтінді 6 бөлікке бөлеміз. 6 күнде бітірсе, біз 6 бөлікке бөлеміз бір бүтінді. Ал енді бірнешеуден тігіп дейді. Демек, осы 6 күнді 6 бөлікке бөлдік, бірақ бір күніміз 6 күннің бір күні белгісіз. Бір күнде қанша көрпеше тігетіні белгісіз, Енді қараңдар, осы біздің жазған бірінші, екінші, үшінші есептерімізде өз ара кері есептер. Енді қараймыз, 24 көрпеше болса, оны 6 күнде бітірсе, онда неше көрпеше тікті? Бара ғой. Неше көрпеше тікті? Демек, 24 көрпешені
біз 6 күнге бөлетін болсақ, онда бір күнде тіккен көрпешенің саны шығады. Демек, 4 көрпеше тіккен. Қарап тұрсақ, бұл 3 есеп өзара кері есептер. Біреуінде көрпешенің саны белгісіз, біреуінде неше күнде бітіргені белгісіз, ал біреуінде жалпы так, біреуінде көрпешенің саны белгісіз, екіншісінде көрпеше неше күнде тіккені белгісіз, ал үшіншісінде бір күнде неше көрпеше тіккені белгісіз. Демек, бұлар өзара кері есептер.